Сәлеметсіңдер ме студенттер? Құндыз бүгін сабақ берген жоқ па? Сәлеметсіз бе? Бүгін сәрсенбай еркебұланмен өртенбейді жоқ денсаулықтарына байланысты. Қалған толықта? Жақсап отыр. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бұршақты және астықты көкөніс. Сабақтың мақсаты бұршақты және астықты көкөністердің түрлерін білу, бұршақты және астықты көкөністердің сақтау ерекшеліктерін білу, бұршақты және астықты көкөністердің химиялық құрамын меңгеру. Жаңа сабақты бастамас бұрын үй жұмысын қайталап өтейік. Әдеттегідей үй жұмысын қайталау мақсатында барабан әдісін пайдалануым келіп тұр. Экранға назар аударамыз. Сұрақ қоямын. Барабан қай студентті таңдайды, сол студент жауап беруі тиіс. Бірінші сұрақ. Өткен сабақта біз томатты көкөністерді өттік, солай ма? Иә. Бірінші сұрақ. Томатты көкөністердің қандай түрлерін білесіңдер? Барабанға назар аударамыз. Дәуіт Айдана, сонымен томатты тұқымдастың қандай түрлерін білесің? Баклажан, қызанақ. Жақсы. Мен толықтырайыншы. Чили және бұршақ. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Томатты көкөністерді қалай сақтайды? Келесі экранға назар аударамыз. Сонымен Тажолпан, томаттарды біз қалай сақтайды екенбіз? Тоңазытқышта әрі салқын жерде сақтайды. Жақсы, өте жақсы. Салқын жерде сақтаймыз, иә? Келесі сұрақ. Томатты көкөністердің сапасына қойылатын талаптар қандай? Экранға назар аударамыз. Томатты көкөністерді тамақ кезінде ұзағырын істелгенде және балқын тұрған өндіргізіледі. Қара дақтарына және салмағына құрамына қарай. Жақсы, өте жақсы. Отырамыз. Жақсы, студенттер үй жұмысына жақсы дайындалып келіпсіңдер. Олай болса жаңа сабақты бастайық. Бұршақта ақуызға бай, пайдалану мақсатына қарай тағамдық, яғни ас бұршақ, үрме бұршақ, ноқат, жасымық. Ал мазалықтық және техникалық болып бөлінетін құнды дақылдар. Дүние жүзінде 19 мыңнан астам түрі бар. Бұршақ тұқымдастарының көпшілігі бір жылдық шөптесін өсімдіктер. Бұршақтың негізгі түрлері ас бұршақ, тағамға жиі пайдаланамыз, иә? Ас бұршақты. Ертеден өсірілетін бұршақ, үрме бұршақ, ақуыз, темір және дәрумендері бай, сорттары көп, кең таралған түрі. Ноқат, Азия мен жерорта теңізі аймағында танымал тағамдық дақыл. Жасымық, ерте заманнан бері тағамға қолданылатын жарма. Май бұршақ, техникалық мақсатта май алу үшін өндірілетін маңызды дақыл. Келесі кезекте жаңа тақырып түсінікті болса, жаңа тақырып мақсатына жету үшін тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма салыстырмалы талдау. Яғни бұл жерде өздерің көріп тұрғандай талдау жасайсыңдар. Мына кестеде беріліп тұр. Яғни бұршақты, астықтық көкөністердің өкілдері. Яғни атаулары, иә, сол бұршақты және астықтық көкөністердің түрлері. Одан кейін оның қоректік заттары, ағзаға пайдасы және тағамда қалай пайдалануға болады. Сол туралы мәлімет жазасыңдар. Жазып болсаңдар, онда осы тапсырманы пысықтап өтейік. Яғни бұл көкөністердің өкілдері кім айтады? Мен атайын. Ақ бұршақ, үрме бұршақ. Астыққа
Ал жазып болсаңдар, осы тапсырманы пысықтап өтейік. Яғни осы екі көкөністің өкілдерін кім айтады? Балай. Бұршақты көкөністердің өкілдері өрмекбұршақ, ноқат, асбұршақ болса, астықты көкөністердікі жүгері, бидай, арпа, тағы басқа. Жақсы, өте жақсы. Қоректік затына не жатады екен? Кім айтады? Мен айтайын. Елена? Ақтұмысқа бай витаминдерге және минералдарға өте бай. Көмір, су, крахмал, лазым өсектерде қолданылады. Өте жақсы. Осы көкөністер, яғни бұршақтық және астықтық көкөністер біздің ағзамызға қалай пайдасына келеді екен? Жалпы пайдалы ма ағзаға, адам ағзасына? Кім айтады? Толықтырып? Бұршақты көкөніс сол бұлшықетті күшейтеді. Астықты көкөніс сол энергия береді. Келесі тағамда қолдануын кім айтады? Сайжан? Сорпалар, ботқалар, салаттар. Жақсы, сорпалар да қолдануға болады, салат жасауға болады. Кім толықтырады тағы? Нақтырақ айтып кетсе. Астықты көкөністерді қай кезде қолдануға болады? Елена? Нан жасағанда немесе макарон Жақсы, жақсы. Және де тағы осыны қосымша айтып кетейін, астықты көкөністерді біздің ұлттық тағамымыз наурыз көже жасаған кезде қосамыз. Бидайды қосамыз, ең алдымен бидай тұқымдасын қосамыз. Олар болса келесі тапсырмаға өтейік. Экранға назар аударсаңдар, QR код берілген. Осы QR кодты сканерлеу арқылы ішіндегі тапсырманы орындаңдар. Бұл тапсырманы дәптерге орындайсыңдар, жеке дәптерге орындайсыңдар. Сканерлеңдер. Ішіне тапсырма берілген. Сол бойынша дәптерге жазып орындаңдар. Регламент 10 минут. 10 минут беріледі, 10 минут ішінде тапсырманы орындап аяқтауларын тиіс. Келесі тапсырма, функционалды сауаттылыққа бағышталған тапсырма. Бұл жерде бұршақтық және астықты көкөністердің химиялық құрамын жазулары керексіңдер. Карточка таратамын, сол карточка бойынша жұмыс жасайсыңдар. Бағанадан бері бұл көкөністердің түрлерін ажыратып жатырмыз, қандай түрлерін бар екенін, қандай түрлер бар екенін білесіңдер. Химиялық құрамын қайталап өттіп, сол бойынша осы тапсырманы орындаңдар. Кітаппен жұмыс істеп, кітапке көмегіне жүгінсеңдер болады. Уақыт аяқталды. Тапсырманы жинаймыз. Тапсырманы жинаймыз. Келесі тапсырма студенттер зерттеу тапсырмасы. Берілген тақырыптың біреуін таңдап шағын зерттеу жазыңдар. Яғни осы үш тақырып бойынша бір-екі сөйлемнен тұратын зерттеу жұмысын жасаңдар. Бірінші тақырып: бұршақты көкөністердің спортшыларға пайдасы қандай? Осы сұрақты өздеріне қоя отырып, сұрақтарға жауап бересіңдер. Екінші: астықты көкөністер және дұрыс тамақтану. Яғни астықты көкөністі пайдалана отырып, адамның дұрыс тамақтануын жазуға болады. Үшінші: қазақтың ұлттық тағамдарындағы бұршақ пен астықтың орны. Осы үш тақырыптың біреуін таңдап, зерттеу жұмысын жасап дәптерге жазамыз. Бұл тапсырманың уақыты 10 минут. 10 минутта аяқтауларың керек. Бастаңдар.
Сонымен студенттер уақыт аяқталды. Кім дайын? Мен апайым. Мырзалы? Бұршақты көкөністер спортшыларға пайдасы. Бұршақты көкөністер ақуызға бай, бұлшықетті өсуіне көмектеседі, энергия көбейтеді. Жақсы, өте жақсы. Тағы да? Кім зерттеу жүргізді? Тағы да? Дұрыс тамақтану астық мөлшермен тұтыну денсаулыққа сақтауға көмектеседі. Жақсы, өте жақсы. Тағы да? Тағы да кім айтады? Даниал? Қазақтың ұлттық тамағы наурыз көжеге бидай қосылады. Бидай қосамыз, өте жақсы. Өте жақсы. Ал сонымен студенттер бүгінгі сабақты қорытындылау үшін, бекіту үшін тест тапсырмасын жіберемін. Тест орындайсыңдар. Ол үшін мен Формастер платформасын пайдаланғым келіп тұр. Қазір смартфондарыма осы тестті жіберемін. Сол тест бойынша сілтемесін жіберемін. Сол тест бойынша тестті ашып орындаңдар. Бұл тапсырмаға 10 минут уақыт беріледі. 10 минут ішінде тестті орындауларын керексіңдер. Тесттің жауабы автоматты түрде дұрыс екенін өзі көрсететін болады платформа. Сондықтан мұқият болуларыңды сұраймын. Тапсырманы орындау барысында өте мұқият боламыз. Өйткені бұл жерде екінші рет қайтадан кіріп белгілеу мүмкіншілігі жоқ. Бір дегеннен қалай белгілейсіңдер, солай жауаптардың белгіленетін болады. Уақыт кетті. Олай болса, тесттің сұрақтарын мен өзім смартфоннан қарайтын боламын. Бүгінгі сабақ бойынша рефлексия жүргізіп өтейік. Ашық сұрақтармен әдеттегідей. Сабақта мен үшін ең қызықты ақпарат не болды? Қайсысын жауап бересіңдер? Құндыз? Бүгінгі сабақта бұршақтың түрлерін және химиялық құрамын түсіндік және сол қызық болды. Қызық болды ма? Жақсы, келесі. Қандай қиындық болды және оны қалай жеңдіңдер? Бүгінгі сабақта жалпы қиындық болды ма? Жоқ, қиындық болған жоқ па? Жақсы, өте жақсы. Келесі, бұл тақырып маған болашақта не үшін пайдалы? Сендерге осы тақырып болашақта пайдасын тигізе ме? Жалпы бүгінгі сабақта не үйрендіңдер? Құндыз? Үңгә? Ой, қош едіңіз. Нұрай? Бұл тақырып болашақта біздің ағзамызға пайдасы қатты тиеді. Яғни тағам ретінде жейтін болсақ, қабылдайтын болсақ, тағам ретінде қабылдайтын болсақ, біздің ағзамызға өте пайдалы. Кері байланыс жасайық. Осы тақырып бойынша өз ойларыммен бөлісулеріңді сұраймын. Тақырып бойынша білгенмін, білдім, білгім келеді деген сұрақтарға шынайы жауап берсеңдер. Білдім деген? Қалайым? Мен бүгін тамақты көкөністердің түрлерін және химиялық құрамын білдім. Ал студенттер мына білгенмін деген сұраққа жауап беріңдерші. Білгенмін. Бүгінгі тақырыпқа дейін, бүгінге дейін осы бұршақ астық тұқымдастарды, көкөністерді білгендерің бар ма? Осы сабаққа дейін. Құндыз? Менің үйімде бұршақты сорпа жасайтын және салаттардың ішіне әртүрлі бұршақтың түрлерін қосып дайындайтын. Жақсы, сол кезден үй жағдайынан білуге болатын еді. Ал білгің келеді деген сұраққа жауап беріңдерші, болашақта не білгілерің келеді? Тағы да. Мен айтсам болады. Неден? Бұршақты көкөністерден әртүрлі қандай тамақты жасау болады екенін білгім келеді. Өте жақсы, сұрағым өте орынды. Яғни әртүрлі жаңағы ассортиментін білгің келеді. Осы көкөністердің қандай тағамдар жасалатынын ассортиментін білгің келеді. Өте жақсы. Олай болса, үй жұмысына бұршақты және астықты көкөністердің асханада қолдану туралы қызықты ақпараттар жинап келіңдер. Бүгінгі сабақты орындаған тапсырмалар бойынша карточкаларды тексеріп, бүгінгі сабақты жауап берген жауаптар бойынша бағалайтын боламын. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Сау болыңдар.